Қайырлы күн достар. Бүгін ауызашарға түрлі дәмдерден ассорти дайындайтын боламыз. Ол үшін әуелі қазанға етті, жілікті, шұжықты салып, баяу отта былбырап піскенше қайнатамыз. Содан соң тауықтың аяқтарын соус жағып, 2 сағат тоңазытқышқа салып, дайын болған соң духовкада пісіріп аламыз. Фарштан қамыр жайып түшпәрә дайындаймыз. Оны манты қазанда буға пісіреміз. Біркелкі майдалау картоптарды қуырып алғаннан кейін духовкаға 20 минуттай салып аламыз. Барлығы дайын болған соң астауға әуелі жілікті, одан кейін дөңгелекке туылған шұжықты, етті астаудың шетіне қойып шығамыз. Жіліктің қасына духовкада піскен тауықтың аяқтарын орналастырамыз. Содан соң картопты саламыз. Мұнда піскен дүшпараны да салып, аскөкпен сәндеп, дастарханға ұсынамыз. Өте дәмді, қонақтар өз қалауы бойынша әртүрлі тағамнан дәм татады. Міне достар, түрлі дәмдерден ассортиіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазып лайк қоюды, комментарий жазып ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.